Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге осындай қойдың немесе сиырдың іш майынан тоң май жасауды көрсететін боламын. Ол үшін қойдың немесе сиырдың іш майын жақсылап турап аламыз. Содан соң қазанға салып отқа қоямыз. Оны қозғап тұрамыз. Содан соң ол шыжғырылып майы шыға бастайды. 2 сағаттарда біздің тоң майымыз дайын болады. Ол кезде оның түсі қып-қызыл болады және де шұжыққа айналатын майларымыз. Содан соң шұжығын сүзіп аламыз және майды суытамыз. Май суығаннан кейін біз оны қалыптарға құйып қоямыз. Тоңып қалмай жатып қалыптарға құямыз. Тура видеодағыдай түске енеді. Осы кезде біздің тоң майымыз дайын болды деген сөз. Содан соң оны қалыптарға құйып біз салқын жерге қоямыз. Бұндай тоң майдан орама нан жасауға болады, самса жасауға болады, немесе оны ерітіп нан батырып жеуге де болады. Сіз де жасап көріңіз. Видео ұнаса тіркеліп лайк басыңыз. Ас болсын.